Ағайындар, мынау біздің жақында Нұр Отан партиясының кезекті 16-шы съезі өткенін бәріңіз білесіздер. Сонда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан сөзі елдің есінде. Былай деген еді: біз дербес мемлекет құру бақытына ие болған 193 ұлттың біріміз. Басымызға қонған бақыт бір бөлек, ал сол бақытты ұстап тұру бір бөлек деді. Ол қандай бақыт? Ол біздің тәуелсіздік бақытымыз, дербес мемлекетіміз. Соның бір парасы мінекей бүгінгі осы қазақ хандығының 550 жылдығын арнаған айтыстың өтіп жатқандығы. Тәуелсіздікті сақтау үшін бірінші сенім керек, келісім керек, тұрақтылық керек, әлеуметтік әділдік керек, ар керек, ұят керек, жанашырлық керек, жауапкершілік керек. Осында ел мен елбасының арасында үлкен ықыласқа бөленіп жүрген біздің осы оңтүстіктің түлегі Бекарыс Шойбековті ортаға шақырамыз. Бекарыспен айтысатын Шығыс Қазақстан облысынан келген талай жүлделердің иеленген бас жүлдені алған Әсем Ереже қызы. Бір ғажайып айтыс болады ғой деп тұрмыз. Жиылып шар тараптан айқай-ақау зерделі ақын, шетінен тізіп жатыр кермек атын. Әз Наурыз келген кезде әдеті ғой төрімізге бір қауым ел қонатын. Пейліңді дастархан қып жайып жатсың, көңілің сарыарқадай кең болатын. Сенің сол сарыарқадай көңіліңден шөкімдей жер табылар мен қонатын. Армысың айт сүйер көрерменім, айқайы жанымызға ем болатын. Түркістан сарайында сөз бастасын, Түркістан шаһарынан келген ақын айқай-ақау. Ай-ай. Дүние жақсыларға тарылмайды, ұрыс-құт бізде елден арылмайды. Батырлық пен елдікті дәріптеген мұндай той күнде бізден табылмайды. Бұл елге бір күн қонақ болған адам сіздерді қайдан ғана сағынбайды. Жүрегі жырдан саған жұртты көріп, жігерің одан сайын жалындайды. Жыл сайын Наурыз бізден басталған деп, Алаштың ақындарын қабылдайды. Басқалар тәспісінен жаңылса да, оңтүстік дәстүрінен жаңылмайды. Айқай-ақау. Ай-ай. Ақын ба мұндай сәтте толғанбайтын, бір кезде қапығалар қамданбайтын. Астанадан әсемдей ару келді, оңайлықпен ешкімге арланбайтын. Аман ба елорданың адамдары, анау-мынау нәрсеге арланбайтын. Мемлекет деген сөзді қате жазып, мемлекет билесем деп армандайтын. Бұл айтысқа үш келіншек бір қыз келді, әйгілі Әсем деген жұлдыз келді. Жұлдыздар түнге қарай жымыңдаушы еді, ой тоба осы жолы күндіз келді. Әсем-ау, байқап тұрмын ақылдысың, танауымды жаратын әтірмісің? Шоқтай боп қызыл көйлек киіп кепсің, бұрыннан жауқазынға жақынбысың?
Шынымен сондайсың ба, жоқ өзіңді экспоға дайындап жатырмысың? Заманның заңы боптыр сірә қатты, тал түсте тіршілікке сынақ ақты. Арзан тауар келді де Ресейден қазақтың өндірісін тұралатты. Арзан бензин келді де Ресейден зауыттардың көз жасы бұлап ақты. Арзан тамақ келді де Ресейден Қазекем бәсекеге шыдамапты. Мән берген сөзді қайдан бұрғаныма, сүйеніп тұрсың деме тіл жағыңа. Әсем-ау сөз астарын түсіндің бе, заманның не деп болады бұл заңына? Бақандай 30 жылдай болып қапты, атанаңмен бір үйде тұрғаныңа. Көп жігіттің көңілін қайтарып ең, менсінбей мықтыны да, мырзаны да. Бәсекеге шыдамай қалып жүрме, енді заман көнбейді қыл жағыңа. Ресейден арзан қыз келмей тұрып, тезірек шығып алсай бір жағына. Айқай-ақ-ау, ай-ай. Қужанды түйіп алып орамалға, қандамай қанжығамды оралам ба? Ақындар айтысы деп шымкенітім, тартқанда дәл осындай додан алға. Ағайын алдарыңда арма дедім, ойымды отты өлең орағанда. Айтыс деп алтын басты иген кезде, бір сәтке аумайсыздар қоғадан да. Оңтүстік айналайын келбетіңнен, таппадым сендей асыл жер бетінен. Кешегі аңыз болған Қайырхандай, тұлғалы тарихың бай зор адамға. Киелі орда басы қазы құрттың, аспаны өзеніммен көл аман ба? Құт қонған қасиетті Қаратаудың, сүгір шал басып кеткен бел аман ба? Қапалмен елші бектер Ағнайзаның, ұшыммен қорғап кеткен жер аман ба? Алашта алып туған Бәйдібектің, сақтаулы Сарқытындай ел аман ба? Өзекті өлең шалса өткір едім, өлеңнің жұпары боп естілебім. Қарқабат домалақтай аналардың, бүгінгі үні болып естілемін. Жаңарған шымғалама бетін түзеп, талайы ақындардың жеттігерім. Аспаннан алтын сәуле төгілген күн, жаратқан қабыл етсін көп тілегін. Жеңістің тойын тойлап жатқан елге, Алланың нұры жаусын деп тіледім. Наурыз деп атан сойып қазан асқан, апай түстіктегі тектілерім. Айтыста жүруші едік бірге талай, бегарыс көзіңізден күлген арай. Жұлдыз қыз күндіз келді деп өкіндің, тиеді бұл сөзіңіз кімге қалай? Әдебі дұрыс қыздар күндіз жүрет, күдіктің қызыл шоғын үрлем олай. Бар меді бойыңызда жаман әдет, жұлдызбен жүздесетін түнге қарай. Қыздармен бұлайша сөз жарыстырма,
онымен бара алмайсың алыс қырға. Үйінде әкесінің жүрген қыз деп, сен мені жамағатпен таныстырма. Ресейден тауары келсе өтпейсің деп, бекарыс ақылыңды ауыстырма. Осылай қыз баласын төмендеткен, мынауың ұқсамай тұр намыс тұлға. Көрікті қазағымның сұлуларын орыстың көлігімен салыстырма. Бекарыс айтыстағы сұрапылым, бір күнде 100 ақынды жығатыным. Бұрыннан 6 алашқа белгіледі, Түркістан қаласында тұратының. Күздігін Түркістаннан іздетіп ем, бұл жақта тұрмайды деді бұл ақының. Біреулер Ұлытауда жүр деп айтты, сезгенмін сауық сайран құратынын. Жүр деді енді біреу шиелі де, тұрақсыз біреу болдың ұғатыным. Мекендеп соңғы кезде Астананы, молдығын дәлелдепті қуатының. Қатысып Нұр Отанның съезіне, адамдай бірдеңені қыратұғын. Тағы да өзің бол деп президент, айтып жүр елбасыға мың ақылын. Үкілеп бұлдодаға жіберген ау, Нұр Отан ең сенімді уәкілін. Айтысқа шықты бүгін Шымкентте, жанында болмай жүрау сірәтінім. Ағайын айтыңдаршы кім біледі, мынаның қай қалада тұратынын. Айтысқа келер медім, билікті алсам, биліктен қомақты бір сыйлықты алсам, Ресейдік көліктен қымбатпын деп, қайтеді жұрт алдында құйғытпасаң, тезірек өз жұртыңды тауып алсай, шынымен сол көліктен жүйрік болсаң. Әр сөзі бұл әсемнің бір қара ғой, келген соң шымғалаға нұрлана ғой. Сүйсініп отырсың ау, байқап тұрсам, үлгі алам десең, әсем үлгі ала ғой. Бұл әсем шабыттанып қызып қалдау, момын ба деп жүредім бұзық болдау. Бекарыс қайда жүріп тұрады деп, бірнеше қалаларды тізіп болдау. Әйелім сұрамайды нәрселерді, әсемнің сұрағаны қызық болдау. Дегенмен сұраған соң сайланайын, білушең байтақ елдің қаймаңайын. Қайтесің қайда жүріп тұрғанымды, бірге тұрғын кеп жүрме айналайын. Менімен мәңгі тұру мүмкін емес, бірер күн тұрам десең ойланайын. Айқай ақау, заманның жетіп барлап өзгеруін, жетеді өмір сырын сезген ұлың. Кешегі Бұхар менен Асанғайғы, кешегі Бұхар менен Асанғайғы, салмағы бар жандар ет сөздерінің. Тарихты кеудесінде қаттап келді, қарашығы секілді көздерінің. Солардан асқан сара тарихшы жоқ, осыған иланады өз көңілім. Бүгінде кей тарихшы сандалады, басын тең ұстай алмай безбенінің. Қазақтың бар тарихын ұялмастан бабасынан бастайды өздерінің.
тек өзінің атасын ұлықтайды, оған деген көңілін суытпайды. Жапырып жау қуғаны былай тұрсын, қорадан қой қуса да ұмытпайды. Абылайдың қасына тек өзінің атасынан басқаны жуытпайды. Басқаны қайдан, бірақ мұндай тарих дәл менің көңілімді жылытпайды. Менімше сөйлеу керек ғалым нақты, ақының осын айтып дабыл қақты. Тарихыңды басқалар жазып берсе, оның бәрі шындық боп табылмапты. Тәуелсіздік алғалы талай тарих, жазылғанмен күмәнің арылмапты. Кей жазушы бір күнде тарихшы, бір түнде тарихшы боп, өтірігін халыққа қабылдатты. Қатпарын тарихымның ашпақ түгіл, батпағын одан сайын қалыңдатты. Айқай ақау, ай, ай. Айналып шаба бермей, жан жақты құр, сөйлегенге не жетсін салмақты бір. Керей менен Жәнібек бабалардың тыныш өткен жылдары болмапты бір. Созақ пен Сырдарияның арасында самұрық құс секілді самғапты кіл. Бар ғұмыры өткен ғой ат үстінде, ер жігіт сүре алама таңдап ғұмыр. Керей мен Жәнібекке келістіріп, әр қала салып жатыр арнапты құр. Туған елді солардай сүй алмасақ, біздің өмір болады қаңбақ ғұмыр. Есіне де алмайды ертең ұрпақ, басымызға ескерткіш салмақ түгіл. Айқай ақау, ай, ай. Не деді жаңа маған ақын аға? Беделі басшылыққа жақын аға. Жаныма кеп тұр дейме бір-екі күн, бұл мені шын ниетпен шақырама. Кезеніп жүретұғын келер ақын, қасыма қыз келді деп қапылама. Сазарып отыратын сараң көкем, бір тамшы қара судан татырама. Безеріп жүретұғын без бүйрегім, әсемге сый көрсетіп қатырама. Сеніммен бір тұрғаннан сақта Құдай, тым онша ұқсамайсың тақуаға. Сеніммен тұрмақ түгіл қиямет қой, айтысу жарды сағат сақынада. Айдарлы ұл тулайтын бесігінде, айбарлы ел анық емес десігімге. Түркіден күлтегінмен тоны көк боп, ілкіден аңыз болған осы күнге. Қазақтың аймаңдайлы арыстары, жәннат күн жазып берген несібіне. Айбынды Абылай мен Хангененің, Асқар бар ала сармас есімінде. Дештіде лаулап жанған отты рухты, ешкімде күші жетпес өшіруге. Қозы бас шу бойында ел тұтқаның, сөзі рас бейім болып шешілуге. Хан болып сайланбаса ер Жәнібек, зар болып жүрер медік осы күнге. Екпінді Керей ханның арқасында, ешкімнің жүрген жоқпыз есігінде. Оңтүстік қойнауыңнан ырыс табам, жан тәнің жамандықпен жуыспаған. Тулаған толқынның да балықтарың, суым мен шардараның жылыстаған. Мақтаны мырза шөлде кәсіп етіп, қолына еңбекші ел туыстаған. Сайрам мен Созақ ясы отырардың, тарихы таусылмайтын ырысмаған. Яссауи арыстан бап кесенесін,
көргендер еңселерін тік ұстаған, пендесі жаратқанның кемдеген ғой, келуге бұл өлкеге тырыспаған. Ағайын, сен не деген бақыт дедің, осы мынау топырақта тыныстағаның. Шымкент байтақ жатқан жарқын далам, қымбат қой қай кезде де нарқың маған. Ілесіп басқа аланың әз көшіне, айналдым құрылысыңнан қарқындаған. Салт дәстүр орталығын ашып берді, елбасы жақсы істен тартынбаған. Әкімнің тәуелсіздік бағы үшін сиялды мемлекеттік жарқылдаған. Ілініп жаратқанның назарына, ырыс пен несібең бар сарқылмаған. Өзгерген танымастай ақ қалаңмен, ағайын ыстық осы қалпың маған. Тербеген асылдарды алтын бесік, жайнай бер Шымкентім жарқын қаламың. Арыстан ақын кенді бұрылайық, бұл атқа бұдан өзге кім лайық? Аубеке, бізге де бір жымиып қой, саусақты бүккеніңше тымырайып, өмірдің жарқын жағын бір көрсейші, тек қана мін іздемей сығырайыбың. Алған соң қошеметпен қарсы алып бір, Әсемжан Шымкентке тамсанып тұр. Өмірі мұндай қала көрмегендей, жер дүниеге мақтанғып жар салып тұр. Көркейіп жатқаннан соң бүкіл құрлық, қатардан қалмайық деп үкім қылдық. Шығысқа қарай дамып бара жатқан қаланың келбетіне шүкір қылдық. Астана құсап улап шулатпай-ақ, тып-тыныш дамимыз деп пікір қылдық. Көп емес айналасы бірер жылда жасарттық Шымкентті жұтындырдық. Баяғыда ақсалар ек бұл қаланы, айталмай іште сөзді күтіп жүрдік. Кішкене етек жеңін жинасын деп, Астананың әруағын күтіп жүрдік. Айқай-ақау, Аталар майдан дойлап қамымызды, аналар ауыл дойлап бағымызды. Ардагер ата-аналар, сіздер нұрландырған бүгінгі таңымызды. Кеудеңді борап тұрған қорғасынға, тостыңдар қорғаймыз деп бәрімізді. Әрине біздер өтеп бер алмаспыз шелектеп төккен сіздің қаныңызды. Дегенмен қызыл тілдің сөлін сығып, арнаймыз өздеріңе барымызды. Жұрт болып жадыратсақ деп отырмыз, 70 жыл жабырқаған жаныңызды. Айқай-ақау, ай-ай. Ерлікке әрқашанда сенетінбіз, намысты қайрап жауды жеңетінбіз. Жыл сайын 9 май келгенде ардагерге көңілді бөлетінбіз. Қуанып қалсыншы деп қартаналар құшақ-құшақ гүлдерге көметінбіз. Енді бүгін жиналып біраз ақын, сізді көріп көңіліміз тоқ отырмыз. Кемпірінен айырылған бір қарияға қамқорлық жасайтұғын боп отырмыз.
14 ақын жиналып айтыстағы осындай мәмілеге кеп отырмыз. Ардагерден аяйтын ештеңе жоқ. Сіздерді сыйламасақ неге отырмыз? Сондықтан да жаңағы қарияны қуантқалы бір қауым ел отырмыз. Ақындардың артынан сол кісіге әсемді сыйласақ па деп отырмыз. Айқай Айтыста айтпайтұғын жай жаңалық, бегарыс мынауыңыз қайбалалық. Әсемді ардагерге берем дедің, жомарт деп сені мұндай ойламадық. Сыйласаң ардагерді қарсы емеспін, қорғаған отанымды байрақ алып. Сен қайбір ардагерді ойлап жүрсің, қулығың ішіңдегі айдан анық. Үкімет берді оларға миллион теңге, меніңше соны отырсың ойлап анық. Қайшалға жап-жас қызды берем десе, жайылып түспеушіме жаймаланып. Сен мені ту сыртымнан саудаға сап, отырсың екі көзің жайнап анық. Қарғаны әншісің деп мақтап, түлкіні ірімшік жеген ойғалалық. Қулығың сол түлкіден аумайды екен, оңасың бұл түріңмен қайда барып. Қайшалдың миллионын қатырмақсың, әсемнің бойдақтығын пайдаланып. Азаттық арайланған ақтан жайлы, ақындар айтыс сайын көп толғайды. Жеткізген бізді осындай бейбіт күнге, дәл бүгін айту керек қарттар жайлы. Бегарыс өзің айтқан ардагерлер, тартқан ғой өрттен азап оқтан қайғы. Солардан аққан қанның өтеуде, бүгінгі аузымыздан аққанмайды. Мен сондай жасадым деп бірақ олар секілді есер соқтар мақтанбайды. Егерде ел шетіне жау кеп жатса, 90-ға келсе олар тоқталмайды. Рухын сол ерлердің өлтірмесек, ешкімнің табанын дел тапталмайды. Қатары сол қарттардың сиремесін, біз үшін шеккен ауыр батпан қайғы. Қаншасы жасасақ та жарасады, еңбегі бір сыйлықпен ақталмайды. Төредей төрімізді бермек түгіл, төбеге көтерсек те көп болмайды. Шаң жұқпас шашасына сандал керім, бегарыс айтыстағы майдангерім. Әсемді ардагерге берем деген сөзіңе мен төгілі таңғал делім. Оңтүстік кіндік қаның тамған өлкең, көбелек қуып асыр салған белің. Мен болсам Шыңғыстауда түлеген қыз, даналар дәстүрінің алған кенін. Қонаққа танытпадың жылы қабақ, мінекей осы сенің аңғал жерің. Сөзіңді артық ауыз көтерсем де, келіп тұр алдартыңды аңғар дегім. Ақынның әрбір сөзі аңдулы ғой, жоқ бірақ аяғыңнан шалған жерім. Сүрінбей топтан озып жүре берші, маңғазым майталманым маң-маңгерім. Әсем-ау жасыратын енді не бар, жаныңа жаман тиді-ау әлгі хабар.
Ардагерден аттонды ала қашпа, кім біледі өмірлерің мәнді болар. Соғыс жайлы қаншама хикаясын тыңдап жатып ішкен шай дәмді болар. Үкімет 1 миллионнан берет дейді, бұл деген біле білсең оңды қабар. Сол ақшаға егелік жасамасаң, қария көзін таппай қолды болар. Айтпақшы тағы да бір жаңалығым, жоғарыдан жеткізген соңғы хабар. Ардагерге қараған әйелге де 1 миллион берет деген әңгіме бар. Айқай ақау! Туған ел саған қандай бар таласым, қандай салмақ салса да тарталасың. Жыл сайын наурыз тойды тойлап жатсың. Аңыз қып айтатындай алталашым, ұлыстың ұлы күні басталған той, қазақ аман тұрғанда тарқамасын. Айқай ақау! Ал қазылар алқасы жап-жақсы айтыс болды ғой деп ойлаймын. Бірінші айтысты бастаған Бекарыш Шойбек 3-9 2-10 3-9-2-10 Әсем Ереже қызы, Шығыс Қазақстан облысы 4-10-1-9